Сәлем достар, сіздермен бірге Made by KZ каналы. Бүгінгі видеомызда біздер Мобизен атты программалы жайлы айтатын боламыз. Мобизен программасы. Біз бұл программа айтатын болсақ, бұл өте күшті программа деп ойлаймын. Себебі біз бұл программа арқылы ұялы телефон немесе планшеттердің экранын түсіре аламыз. Яғни түсіріп, оны YouTube түрлі заттарға салып, әлеуметтік желілерге салсақ болады. Яғни бүгінгі сұрағымызға көшетін болсақ. Бүгінгі сұрағым: Мобизен программасын ашқанда неге астында Recorded by Мобизен деген жазу шығады? Яғни бұл көптеген адамдарда кездесетін жағдай. Оны кетіру үшін Мобизен программасына кіреміз, және де міне настройкалардың суреті тұратын, соны басамыз. Басқаннан кейін міне түрлі жазулар шығады: звук, опция, air circle, camera face, түрлісі шығады. Және астын қараймыз. Бұл жерде міне мой собственный водяной знак деген тұрады. Соған кіреміз. Міне мен оны қазір сөндіріп қойдым. Егер қосатын болсақ, міне Recorded by Мобизен деген жазу шығады. Ал егер оны өшіретін болсақ, ол жазу жоғалады. Міне бұл сұрағымыздың жауабы. Ендеше міне видеоның да соңына да жетіп қалдық. Сіздермен болған Made by KZ. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз. Қош болыңыздар.